Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жаңа жылдық дастархан сәнін ашатын керемет салат дайындайтын боламыз. Әрі құрамы қолжетімді, қарапайым заттардан тұрады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Салатты дайындау үшін бізге осындай заттар қажет болады. Құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен картошкамызды өткіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Сәбізімізді де өткіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Жұмыртқамызды да осылай сарысы мен ағын ажыратып, өткіштің майда көзінен өткіземіз. Менің каналымнан жаңа жылға арналған тағы да ерекше рецептер шығатын болады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Тауық етін видеода көріп тұрғандай майдалап көбіктеп турап аламыз. Ал енді салатымызды жинауға кірісеміз. Кальцияның размерін 16-ға қойып алдым. Ең бірінші картобымызды салып, осылай қасықпен жақсылап тегістеп аламыз. Картобымыздың үстінен майонез құямыз. Соң турап алған тауық етімізді саламыз. Оны да жақсылап қасықпен басып шығамыз. Үстінен майонезімізді құямыз. Ал енді сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді де жақсылап қасықпен тегістеп шығамыз. Үстінен майонезімізді құямыз. Үстіне консервіленген жүгерімізді саламыз. Оны да жақсылап тегістеп аламыз. Тағы да майонезімізді құйып аламыз. Ал енді өткіштің майда көзіне өткізіп алған жұмыртқаның сарыуызын салып тегістейміз. Үстінен майонезімізді құйып аламыз. Ең соңынан жұмыртқаның ақуызын салып, оны да тегістеп шығамыз. Формамызды шешіп аламыз. Сәбізді дөңгелетіп кесіп, осылай салатымыздың бетіне қоямыз. Майонездің көмегімен сағат сандарын жазып шығамыз. Біздің осындай ерекше көріністегі жаңа жылдық салатымыз дайын болды. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Тағы да жаңа жылдық рецепттер шығатын болады. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.